Барлығыңа сәлем. Бүгін бізде ғаламтор құпиялары 3-ші бөлім. Біз бұл рубрикада әлеуметтік желідегі түсініксіз арналарды қарайтын боламыз. Егер сіз арнамызға жаңадан келсеңіз, біз осыған дейін осындай 2 арнаны талдаған болатынбыз. Арнамызға кіріп, ол видеоларды да көрсеңіз болады. Әдеттегідей, осы видеоға 3000 лайк жинасақ, рубрикамыз өз жалғасын табады. Алдыңғы бөлімге сұраған лайк саны жиналмапты. Қанекей осы бөлімге барынша актив танытайық. Сосын, әр видеода айтатынымыздай, осы жылдың соңына дейін 50 000 жазылушы санына жетейікші. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы, бүгін біз YouTube'тағы түсініксіз арналар туралы айтатын боламыз. Бүгін біз алдыңғы видеолардағыдай бір ғана арна туралы емес, бірнеше арнаны видеомызға қостық. Silicon Baby арнасында сіз шынайы сәбиге өте қатты ұқсайтын силиконнан жасалған қуыршақты көресіз. Видеоларда жаңа туылған сәбиге қарағандай, силикон сәбиге де дәл сондай күтім жасайды. Автордың үйінде осындай қуыршақтар көп екен. Олардың әрқайсысына түрлі есімдер қойып алыпты. Оларды шомылдырады, күтім жасайды, киіндіреді, тіпті тамақтандырады. Арнаның сипаттамасында бұл өте сапалы силиконнан жасалған қуыршақтар екені жазылған. Оны негізінен баласынан айырылып қалған ата-аналар қолдана алады екен. Сонымен қатар, арнаны 13 жастан асқан балаларға ғана көруге рұқсат етілген. Бұл арнадағы қуыршақтарды көрген кезде өзіңді бір түрлі сезінесің. Мысалы, сізге жаңа туылған балаға қалай күтім жасап жатқанын көріп отыру ұнайды ма? Қуыршақтарды қарасақ, өте кішкентай бөліктеріне дейін қалдырмай, шынайы етіп жасаған. Оны көріп отырған адам шынайы сәби деп ойлап қалады. Менің өзім, бұл шынайы сәби болса ше деген ойға кеттім. Дом восковых фигур деген киноны білесіздер ме? Біздің арнаның ескіден келе жатырған жазылушыларының есінде шығар. Біз осы фильмге шолу түсіргенбіз. Ол фильмде адамдардан балауыз мүсін жасайды. Бәлкім мына арнада түсінген шығарсыздар. Келесі арна бізде Dawn Shivers. Ол арнада әкесі өз баласының біртүрлі қылықтарын видеоға түсіріп YouTube'қа салады. Баласының аты Питер. Байқауымша, ол шизофрениямен ауырады. Әкесінің айтуынша, әйелі Лиза қайтыс болғаннан соң Питер осындай жағдайға түскен. Питерден бөлек отбасыда тағы 2 Стивен және Марк есімді балалар болыпты. Бірақ 3 баладан тек Питер ғана аман қалған секілді. Анасының жасанды шашын, үстіне көйлек, бетіне противогаз киіп жүреді екен. Бәлкім анасы мен бауырлары өрттен қаза тапқан болар. Сол себепті де бетіне противогаз киіп жүретін шығар. Әкесі видеоға күнделікті өміріндегі Питердің біртүрлі әрекеттерін түсіреді. Мысалы, мына жерде Питер иығының терісін жұлып жатыр екен. Ал мына жерде ол шайнекті қайнатып, подвалға кіреді. Сосын мүгедектерге арналған арбаға отырып, қайнаған суды үстіне құяды. Келесі видеода Питер бүкіл ас үй пышақтарын шашып, газ плитаның үстіндегі макаронды үстіне төгіп жіберді. Әкесінің айтуынша, ол баласының қылықтарынан шаршап кеткен. Оған дереу медициналық көмек керек, бірақ осы уақытқа дейін оны неге ауруханаға апармағандығы түсініксіз. Арнадағы соңғы видео 8 жыл алдын салынған. Ал алғашқы видео 11 жыл алдын. Менің ойымша, бұның бәрі жай ғана бір жоба болған секілді. Үстіне қайнаған су құйып, терісін жұлу секілді сценаларды оңай ғана түсіруге болады. Жоба ойдағыдай жүзеге аспағаннан соң, ол арнаны тастай салған болуы мүмкін. Келесі арна бізде Бенджамин Беннет. Каналға автор өзінің атын қойған. Арнасына кірсек, қатты ештеңе байқай қоймаймыз. Барлығы табиғатта серуендеп жүрген видеолар. Бірақ төменге түссек, біз мына плейлистті көреміз.
Бенджаминнің инстаграмын қарасақ, ол йогамен және соның айналасындағы нәрселермен айналысқанды жақсы көреді екен. Мен жалпы йога, медитация секілді нәрселерді біле бермеймін. Бенджаминнің плейлистін қарасақ, ол бір позада 4, тіпті 8 сағатқа жуық уақыт қозғалмай отырады екен. Оған қоса камераға қарап күліп, сол күлкісін бірнеше сағат ұстап отырады. Алғашқыда, «Өй, мынау стоп кадрды 8 сағатқа созып тастаған шығар» десем, мұнаның барлығы тікелей эфирде болған екен. Адамдар оған стрим барысында жазған, және оның киімдері қозғалып, көзін жыпылықтатады. Бенджаминнің жасап жатқаны йогаға қатысты нәрсе ме, немесе хайптың бір түрі ме? Осылайша видеомыз аяқталды. Ғаламтор құпиялары рубрикасы әрі қарай жалғасуы үшін осы видеоға 3000 лайк жинап тастайық. Оған қоса арнамызға тіркеліп, осы жылдың соңына дейін 50 000 жазылушы санына жетейікші. Бізде осымен аса. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.